шуағы төгілді. Наурыз келді, ағайын. Көктем келді, ағайын. Құрметті ханымдар, қырмызы қызғалда қару бар. Баршаңызды сұлулық мерекесімен құттықтаймын. Праздник весны, первых теплых солнечных лучей, первой звонкой и радостной капели, первого ласкового свежего ветра. И первые аплодисменты в этом зале звучат в вашу честь. Мынау тынымсыз тіршілік пен кең дүниенің өзі тек сіздермен ажарлы. Сезімге толы мерекелік күні алғашқы құттықтау сөзбен сахнада мектеп директоры Уалиев Данияр Серікұлы. Құрметті әріптестер, құрметті әйел қауымы, құрметті міне оқушыларымыз да отыр. Шын жүректен барлықтарыңызды әрине көктемнің алғашқы мерекесі. Ауыр айға қарасақ, бүгін шынымен де күн жылынып қар еріп жатыр. Сол көктемнің алғашқы мерекелерінің бірі халықаралық әйелдер күніне шын жүректен сіздерді құттықтаймын. Сіздерге тілейтін енді тек қана әрине бірінші денсаулық, екіншіден бақыт, отбасыларыңызға аманшылық, бүкіл жақын туысқандарыңыз аман болсын, сіздердің өмірлеріңіз мәнді, гүлді болсын дегім келеді. Әрине сіздер, құрметті әйел қауымы, осы біздің өміріміздің көркісіз, сіздер үшін біз көп нәрсеге дейін барамыз. Сіздерге енді өмірлеріңізде тек қана жақсылық тілеймін ғой, әрине. Мектебімізге де осы мектебіміздің гүлі болып, мектебіміздің сәні болып жұмыс жасап жатсыздар. Осы еңбектеріңіз жана берсін, табыстарыңыз көбейе берсін, тек қана жақсылық тілеймін. Сонымен қатар бүгінгі іс-шараға алғыс хат бергім келіп отыр. Бүгін шұғылалы көктемнің алғашқы мерекесі 8 наурыз халықаралық әйелдер күнімен шын жүректен құттықтаймын. Біздің қазіргі қоғамымызда әйел отбасының береке бірлігін ойлайтын тұлға ғана емес, ол мемлекеттің өміріне белсене араласатын қоғам мүшесі. Осы айтулы күні сіздердің нұрлы өмірлеріңізге, балаттай берік денсаулық, қаржылы еңбектеріңізге биік белес, толағай табыс, шуақты шаңырақтарыңызға шаттық пен қуаныш және таусылмас баянды бақыт, ұзақ өмір тілеймін. Назарбаев зияткерлік мектебінің дамуына қосқан үлесіңіз үшін Муканова Әсия Мирамовнаға алғыс білдіремін. Дәл осындай алғыс хат Муканова Сауле Серікұлыға беріледі. Дия Сайрановнаға беріледі. Рахмудина Аяжан Нұржановнаға беріледі. Канафина Жанар Кайырбековнаға. Кайданова Айгерім Хусаиновнаға беріледі. Назгүл Мұсыпайқызына беріледі. Кариева Айнұр Молдашынаға беріледі. Кариева Айнұр Молдашынаға құрмет грамотасы. Бұл жерде құрмет грамотасы. Кезекті құрмет грамотасымен Волкова Ксения Алексеевна марапатталады.
Байызбаева Ақжан Бауыржанқызы. Алғыс хат Вайталю Катерина Юрьевна. Токарева Оксана Владимировна. Кутузова Татьяна Ивановна. Куякова Сания Есельбаевна. Солтүстік Қазақстан облысының білім басқармасының атынан құрмет грамотасы облыстық білім беру жүйесін дамытуға зор жеке үлесі қосқан үшін Пашкова Елена Ивановна марапатталады. Михайлова Марина Сергеевна марапатталады. Жумабекова Салтанат Дулатовна марапатталады. Закирьянова Айнур Есентаевна марапатталады. Және Балагазинова Нурилия Сайдаубаевна марапатталады. құрметті әріптестер, тағы да шын жүректен сіздерді төл мерекелеріңізбен құттықтаймын. Мен бүгін аңсабын салам, жүректен артқан жалындай, арнадым саған әлімдай, барымдай. Менің ай, туылып өсті
сөз жарым ырыс демекші. Қуаныштан жүздері бау-бау жанған ақ жаулықты аналардың, сұлу қыздардың алдында барша азамат мәңгі қарыздар екеніне тоқталып, шын көңілден тағы да құттықтауға рұқсат етіңіздер. Жер бетіндегі сұлулық атаулының қайнары, жігіттік намыстың айбары өздеріңізден басталмақ. Дәл бүгін ғана емес, жылдың толық күнінде көктемнің бар гүлі, көңілді сазды үні тек сіздерге арналсын. Ана шыра, ұрпағымен жабылған, өз анасын бар беріште сағынған. Құдіреті сезінгендер бас иіп, ана деген үш әріпке табылған. Аман болса ана деген ардақ, күндей болып нұрланады жан жағы. Қуанышпен бар қайғысын өмірдің, ана ғана көтереді салмақ. Ана деген жылағанды жұбатты, ана мөлдір жаралғандай болады. Қорған болып аймаласа жүрсендің, тәңірінен амандығын сұратқан. Ана ғана шын ұғынған жаныңды, ана берген жүректерге жалынды. Қарызынан құтылмайсың мәңгілік, аналардан аямандың барыңды. Ана деген түн ұйқысын төрт бөлген, ана деген қорған болып аймаласа жүрсендің, тәңірінен амандығын тілеген. Анам болса жүзіп өтер кемем бар, анам болса қартаймайсың деген бар. Тірі кезде қадірлесен ананы, шын өкініш жауламайды мойынды. Аналардың бар тамырын үйдірген, ана ғана ұрпағымды сүйдірген. Алла өзі жаратқанда ананы, пенделердің жерге басып кідірген. Ұзақ өмір жасай берсін аналар, аналарын қадірлесін балалар. Шаңыраққа шаттық нұрын сыйлаған, аман болсын ақ жаулықты аналар. Сіздер күнсіз аспанда жарқыраған, сіздер өзен тау суы сарқыраған, сіздер ана, сіздер жар, сіздер қыздар, сіздер жаңбыр, ақ нөсер сарқыраған. Десек те уақытпенен жарыспайды, қияға қиялменен қарыштайды. Шәкірттен шын жүректен тебіреніп, өнерден сіздерге бағыштайды. Ты нежнее всех на свете, я точно знаю.
зависти и злости меня укроешь. Я люблю тебя, ты ангел, тобой живу я. С благодарностью я руки твои целую. Мама, будь всегда со мною рядом. Мама, мне ведь большего не надо. Мама, только не грусти, ты меня за все, мамочка, прости. Ты слышишь, мама, ты всегда со мною рядом. Мама, мне ведь большего не надо. Мама, только не грусти, ты меня за все, мамочка, прости. Ағашым менің, барыңыз үшін рахмет. Спасибо тебе за все. I want to tell you that I love you, Mom. Мама, будь всегда со мною рядом. Мама, мне ведь большего не надо. Мама, только не грусти, ты меня за все, мамочка, прости. Ты слышишь, мама, будь всегда со мною рядом. Мама, мне ведь большего не надо. Мама, только не грусти, ты меня за все, мамочка, прости. Это день, когда весь мир склоняется перед вашей красотой и мудростью. Вы – тот стержень, на котором держится все. И пусть в сердце навек поселится весна. Remind me of the past and now it used to
его озарить. Но ветер подул, и тебя уже нет. Кого ты хотел удивить? Скажи мне, чему ты рад? Постой, оглянись назад. Постой, оглянись назад, и ты увидишь, как вянет листопад, и вороны кружат там, где раньше был цветущий сад. В чем же настоящая красота женщины? Этим вопросом задаются уже много тысячелетий, но до настоящего времени так и не найден точный ответ. Представление о красоте женщины меняется с каждым десятилетием. Да что там говорить, с каждым годом. Но есть женщины, которыми мы будем восхищаться всегда. Они идеальны, они красивы. Кто же это? Я не слышу! Ответ правильный. И специально для вас, для наших королев красоты, музыкальный, танцевальный номер. Встречайте! По переулкам бродит лето, солнце льется прямо с крыш. Потоки солнечного света, губки острый ты стоишь. Висят обложками журналы, на них с восторгом смотришь ты. Ты в журналах увидала королеву красоты. С тобою связан навеки я. Ты в жизни счастье, любовь моя. Ну что так робко стоишь? О чем задумалась ты опять? Звучит веселый мотив, зовет он нас танцевать. Спеши, ведь песня не ждет, она вокруг все зажгла. И если сердце поет, тут не нужны слова. Тебя зовут, слышишь песни своей. Ну улыбнись поскорей. Где живешь ты на свете, может, в дальней стороне, и узнать друг друга и встретить нелегко тебе и мне. Может быть, во сне ты придешь ко мне. Вновь проснулись здания, прочь уходит день. Здравствуй, воскресенье, здравствуй, светлый день. Солнцу я ладони протяну, ветру озорному подниму, и в глаза твои я загляну. Хорошо. Солнцу я ладони протяну, ветру озорному подмигну, и в глаза твои я загляну. Хорошо, 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 да хорошо. Шагает солнце по бульварам, сегодня солнце влюблено. Видно по влюбленным парам, улыбается оно, и ветерок поет недаром, и день сияет голубой. Ведь я шагаю по бульварам на свидание с тобой. Я живу мечтой, амор, ты моей мечтой стала, стала ты моей весной. Эй, 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 ты загнал в крови, даже сердце жарко стало от этой солнечной любви.
этом мире нет ничего более святого, чем женщина. Женщина, подарившая жизнь детям и научившая их первым шагам. Вы все такие разные. Мудрые бабушки, терпеливые мамы, Заботливые сестры, надежные подруги. верные жены и любящие дочери. Но всех вас объединяет одно. Вы – олицетворение красоты и любви, доброты и нежности, теплоты и гармонии. Солғанша гүлім көзде тоны, ана деп ән сала. Жүрегім мейлі жүзге толы, бөбекпін мен саған. Мама, 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 мәңгі дос сен ғана. Абзал ана, көңілің кең дала. Данасын сен маған, дарасын сен маған. Мақтанатын мархабатым, махаббатым. Ардақтысын есіміңмен, ел ана деп адам, жер ана деп адам. Тербеледі бесігінде, ана жанын саған, арнадым ән саған. Қарызбыз әжім ақ шашына, көзінің жасына. Өзіңсің бақыт бақшасыда, өмірдің басында. Мама, 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 мәңгі дос сен ғана. Абзал ана, көңілің кең дала. Данасын сен маған, дарасын сен маған. Мақтанатын мархаббатым, махаббатым. Ардақтысын есіміңмен, ел ана деп адам, жер ана деп адам. Тербеледі бесігінде, ана жаны саған, арнадым ән саған. Мама, 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 мәңгі дос сен ғана. Абзал ана, көңілің кең дала. Данасын сен маған, дарасын сен маған. Мақтанатын мархаббатым, махаббатым. А как же я? А я? А я тоже хочу. А с вами можно, а я тоже хочу. А как же я? Я. А я тоже хочу. А с вами можно, а я тоже хочу.
Я. Я тоже хочу. С вами можно? Я тоже хочу. Как же я? Я. Я тоже хочу. С вами можно? Я тоже хочу. Как же я? Я. Я тоже хочу. С вами можно? Я тоже хочу. Привет, мам, все хорошо, скоро буду. Целую, обнимаю. Привет, мам. Прости, был занят. У меня все отлично. Алло, мам, все хорошо, не переживай. Привет, мам. Хорошо. И я тебя люблю. Алло, привет. Да, нормально, ты как? Люблю тебя. Пока. Әйел адам ер азаматтан 99% нәзік келетіні анық. Сондықтан да болар, әрдайым арқа сүйер қорғанға мұқтаж болып келеді. Ендеше, келесі кезекте сондай арқа сүйер қорғандарыңыз, әріптестеріңіз өз кезегін күтуде. Қарсы алыңыздар. На сцене наши доблестные мужчины спешат поздравить вас с самым нежным, добрым и светлым праздником. Әйелдерді еркектерден көп дейді, ойбай, ойбай, бола берсін көп мейлі. Әйел деген әдемі ғой, әдемі, әдемілік бізге көптік етпейді деп, ақиық ақын Мұқағали Мақатаев жырлағандай, біздің өміріміздің сәні, өміріміздің мәні, өміріміздің гүлі, құрметті арулар, сіздерді келе жатқан төл мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймын. Тәңірдің өзі сеніпті, беріпті, жігер ерікті, әлемнің бәрі бас иген, әйелмен әлем көрікті дейді. Енді осы орайда бір қолымен бесікті, бір қолымен әлемді тербетіп жүрген құрметті де аяулы біздің аналарымыздың алдында әрдайым бас ию, бұл біздің перзенттік парызымыз. Сондықтан қашанда қай перзентте, қай жаста болмасын, аналарының алдында әрдайым бас иіп өткен. Сондықтан құрметті арулар, сіздерді мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймын. Енді барлық біздің Назарбаев зияткерлік мектебінің жігіттерінің атынан Мұқағали Мақатаевтың «Шеше сен бақыттысың» атты поэзиялық туындысын қабыл алыңыздар. Шеше сен бақыттысың, жыламағын, жай түсіп жатқанда да құламадың. Тәңіріңнен мен едім ғой сұрағаның, сондықтан жыламағын, жыламағын. Бармын ғой, тірімін ғой қасыңдамын, өлмеймін, мен өзіңдей асылданмын, таусылып, өз-өзіңнен шашылмағын, байырғы берекеңді қашырмағын. Ал қыздар, мерекелеріңіз құтты болсын. Бірге айтайық. Мен сөзімді қалмайын.
Arkadaşlarım жазылмай жүрген жарастарым жанарым таулып жарылды кеудем сендерге арнап ән бастадым жанарым таулып жарылды кеудем сендерге арнап ән бастадым қыздар қыздар еліктірдіңдер еліктігенім желіктірдіңдер желікпегенім әттең ай әттең жүрегім жалғыз бәріңе бірдей өліп берерім әттең ау әттең жүрегім жалғыз бәріңе бірдей өліп берерім Kırmızı kızım gülsündür mekin Vakıtım düzdep жүрсіңдер mekin Құлпырған қырдай қызғалдақсыңдар Шымбақ жансыңдар күлкі кернеген Құлпырған қырдай қызғалдақсыңдар Шымбақ жансыңдар күлкі кернеген Қыздар қыздар еліктігенім еліктірдіңдер желікпегенім желіктірдіңдер әттең ау әттең жүрегім жалғыз бәріңе бірдей өліп берерім әттең ау әттең жүрегім қадим бәріңе бірдей өліп берерім арманлысыңдар жалынды жалғап алға ұшыңдар сыланған әсер аққумысыңдар аспан көгіне самғап ұшыңдар сыланған әсер аққумысыңдар аспан көгіне самғап ұшыңдар қыздар қыздар еліктірдіңдер елікпегенім желіктірдіңдер желікпегенім әттең ау әттең жүрегім жалғыз бәріңе бірдей өліп берерім әттең ау әттең жүрегім жалғыз бәріңе бірдей өліп берерім әттең ау әттең жүрегім жалғыз бәріңе бірдей өліп берерім әттең ау әттең жүрегім жалғыз бәріңе бірдей өліп берерім Ер азаматтарымыз сіздерге деп бейне құттықтауды да дайындап қойыпты. Қабыл алыңыздар, назарларыңыз экранда болсын. Құрметті әйелдер қауымы, сіздерді төл мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймын. Сіздерге тек қана денсаулық, байлық және махаббат тілеймін. Дорогие женщины, поздравляю вас с весенним светлым праздником, с 8 марта. Уважаемые женщины, поздравляю вас с наступающим 8 марта. Желаю вам здоровья, счастья, любви, благополучия. Пусть в вашей жизни все складывается так, как этого хотите именно вы. Құрметті нәзік жандылар, сіздерді мынау халықаралық әйелдер күнімен шын жүректен құттықтаймын. Сіздерге зор денсаулық тілеймін. Осындай көптен құлпырып жүре беріңіздер. Жүздеріңіз көп кетпесін. Сіздерге сол бар жастай құтты болсын. Құрметті әріптестер, бүгінгі келе жатқан мейрамдарыңызбен құттықтаймыз. Бәрінен де денсаулық тілейміз. Семьяда амандық, еңбекте табыс. Құрметті әйелдер қауымы, аналар қауымы, сіздерді 8 наурыз мерекесімен шын жүрекпен құттықтаймын. Аталмыш мерекеде бәйшешек гүлдей құлпырып, жайнап жүре беріңіздер. Әрбір күндеріңіз сәтті, өмірлеріңіз мәнді болсын.
Құрметті әрі келген мерекелік қайырлы құтты болсын. Сізге тілейтініміз зор денсаулық, осылай аппедегі болып, тек қана жүре беріңіз. Уважаемые дамы, девушки, женщины, коллеги, поздравляю вас с вашим праздником, с вашим законным праздником. Спасибо вам, что вы у нас есть, что вы нам помогаете, поддерживаете. Всегда есть к кому обратиться, получить совет. Мы вас очень любим, уважаем. Еще раз с праздником. Всем главное здоровья и успехов в вашей профессиональной деятельности. Уважаемые женщины школы, хочу сегодня поздравить вас с праздником весны, с праздником женщин, с праздником 8 марта. Хочу пожелать вам всего самого наилучшего, чтобы вы всегда оставались такими красивыми, весенними. Всего самого вам хорошего, здоровья, удачи, успехов, всего самого наилучшего. Уважаемые женщины, хотелось бы поздравить вас с наступающим праздником 8 марта, пожелать вам здоровья, процветания, оставайтесь такими же красивыми, радуйте нас своим присутствием. I'd like to congratulate all the women of the school on Women's Day. I hope that you have a wonderful day and are treated very well by everyone around you. Уважаемые женщины всего мира, в особенности нашей школы, поздравляю вас с праздником, желаю вам терпения, женского счастья, любви, семейного благополучия, всего самого лучшего, что можно пожелать, все для вас. Құрметті Назарбаев зияткерлік мектебінің нәзік жандылары. Сіздерді келіп жеткен 8 наурыз халықаралық әйелдер мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Сіздер біздің өмірімізге әсемдік, әдемілік, инноваттылық және жалпы біздің өмірімізді гүлдей жайнатып жүрген жандарсыздар. Сондықтан осындай керемет мерекеде сіздерге зор денсаулық, мол бақыт, отбасылық амандық тілеймін. Әрдайым біздің ортамызда осылай күлімдеп, ойнап, бізге тек қана жағымды эмоциялар сыйлап жүре беріңіздер. Сүйікті және ардақты біздің әжелер, әйелдеріміз, жұбайларымыз, сүйкімді кішкентай бүлдіршін қыздарымыз, қарындастарымыз, бүгін осы Петропавл қаласы зияткерлік мектебінің оқытушыларын әкелер атынан сіздерді 8 наурыз халықаралық әйелдер күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Сіздерге зор денсаулық, қажымас қайрат, ашық аспан, беттерінен әрқашанда күлкі кетпесін, тек қана бақытты болыңдар. Осы әкелердің, еркектердің атынан сіздерге көп-көп рахмет. Біздің арамызда жүріп, осындай қуантып жүргендеріңізге. Кружит земля, как в детстве карусель. А над землей кружат ветропотель. Ветропотель, ведь вокруг все уже разлука, бед и зла. Им нет числа. Им нет числа. Сквозят из всех щелей сердца людей, срывает весь петель. Круша надежды, ничего не будет.
Көңілдеріңізге көктем шуағындай сезім мен нұр құйып, осынау көркем мерекенің қай кезде де орны бөлек. Ой болатына да хақ.